Сәлеметсіздер ме көрермендер? Бүгін сіздермен «Последний человек на земле» сериалының 2 сезонның 4, 5, 6 сериаларына шоу жасаймыз. Бұзақыл жазаған үшін оны өздерінше тұтқындап қойған Тендиге оны аяп Мелисса су алып келіп береді. Бірақ байғұс бокалды аузына жақындата алмайды. Амал жоқ, суды бетіне шашуға мәжбүр болады. Артынша Филипп келеді. Қолында қаруы бар. Тендидің басына тақап, қарумен ойнағанды жақсы көреді екенсің ғой деп аспанға бірнеше рет атыс жасап, үркітіп, жаймен кетіп қалады. Ол жерде бірнеше күн тұрған кейіпкеріміз бұтына жіберіп қойып, киімін ауыстыруды сұрайды. Сәлден кейін әйелі киімін басқалардың көзінше ауыстырып, бәлкім оны енді босатармыз деп сұрайды. Басқалар жоқ, ол бір апта бойы спорт залда отырсын деп еді. Тенди болса өзің түзелгенін көрсетпек болып, жоқ, мен ол жерде 5 апта бойы тұтқында отырам деп айта салады. Кейін Мелисса, Тодд пен Кэрол тамақтанып отырып, әйелінің ірімшік пен басқа да тағамдарды жеп отырған, спорт залдан көріп отырған Тендидің аузынан сілекейі аға бастайды. Күн батысымен Тенди әдеттегідей сөзінде тұрмай, спорт залдан жаймен шығып, ас үстеліне келіп, сырды өліп тұрып жей бастайды. Бірақ жігері артып, аузындағысын қайттан алып үстелге қойып, 1 метр қашықтықта кітап оқып отырған Мелиссаға білдірмей, қайтадан спорт залға кіріп кетпекші болады. Бірақ бір нәрсені соғып, дауыс шығарып қояды. Тендидің мінезін беске білетін Мелисса еш эмоциясыз Тенди шығып кетті деп бет бермей отыра береді. Ертес азанда барлығы жиналып, оның мойнына сиырға арналып белгіленген аумақтан шығып кетсе, доғыратын арнайы мойын құрылғысын тағып қояды. Тенди болса, мен сіздермен 100% келісемін, мені білесіздер ғой, сөзімде тұрамын ғой деп әңгімесін қайталайды. Әлбетте ешкім оған сенбейді. Ал түнде Тенди сыртта жаурап тұрып ұйықтап жатқанда, ешкім оны байқаған қаламағандай жаймен жүрген Тодды көреміз. Ол білдірмей бір жаға асығыстап кетіп бара жатыр. Таңертең Тенди ары-бері өткен әр адамға көп өткен комплименттер айтып отырады. Басқалары өтініш, аузыңды жауып отыра аласың ба деп еді. Ойбай кешіріңіздер деп Кэролға оған дүкеннен қатты сөйлесе, мұрнына жағымсыз бір нәрсе себетін тағы бір құрылғы алып келіп бер деп айтады. Филиппке оны таққызып сөйлейін деп еді, әлгі нәрсе себіліп, сөйлеуіне еш мұрша бермейді. Кейіндеу Мелисса оған ішімдік алып келіп береді. Бірақ әдейі оны мазақтағандай болып, ішімдікті еркек шығалмайтын территорияның сыртына қойып кетеді. Байғұс еркек оны алуға қанша тырысқанмен ол әрекеттен түк шықпайды. Одан кейін шапалақтап, заттар лақтырып, адамдарды шақырып алып, айтатын бір нәрсем бар деп шығады. Тенди сөйлей алмағандықтан, бәлкім ол киноның атын айта алмай жатқан шығар деп әбден мазақтай бастайды. Еркек мойнындағы құрылғыны қалаған кезінде шеше алам деген сөзін денесінің әрбір жеріне көрсетіп, зорға дегенде басқаларына түсіндіреді. Олар болса сөзінде тұр, шешпейсің деп наразылық білдіреді. Жазасын одан сайын қиындатып, оны кішкентай бір дүкенге қамап қояды. Кейін түнде ұйқысынан тұрған Тенди сыртта үйлерінің бір бөлігі жанып жатқандығын көреді. Өрт деп айқайлайын десе, мұрнына сұйықтық себіліп, сөйлеуіне еш мүмкіндік бермейді. Болмай кеткен соң дүкенді ары-бері итеріп, құлатып, астын тесіп шығады. Өртті өшірейін десе, ол шығуға болмайтын аумақтың сыртында тұр. Бірақ тоқ тартып жатса да, айқайлап тұрып, қиналып жүріп, өзеннен су алып, өртті өшіре бастайды. Сөндіре салып, аумаққа қайтадан кіріп, құлай кетеді. Таңертең барлығы жиналып, өртті бір өшіргенін біліп, Тендиге келіп, сен өшірдің ма деп сұрайды. Әудей алмайтын Тенди өзінше беріліп тұрып, қолдарымен бір нәрселер көрсете бастайды. Әйелі аудармаш рөлін атқарып, оның хикаясын ол бір адамзатты құтқарып қалғандай қылып суреттеп береді. Қарап тұрғандарының ешқайсысы бет бермей, жай ғана мойнындағы құрылғыны шешіп, жөндерімен кетіп қалады. Тенди болса, түрмеден шыққандай қатты қуанып кетеді. Ал кейінірек Тоддың тағы да пижама киіп алып, сыртқа шыққандығын көреміз. Ол білдірмей бір үйге кіріп, жарықты жағып, әкежан үйде деп күдікті түрмен ішке кіріп кетеді. Кейіндеу барлығы бұрынғыдай кешке жақын жиналып алады. Бірақ бұл жолы газ отының айналасына. Тенди тағы да мышып тұрып ақтала бастайды. Кэл, жарайды ал, келістік, вино құйшы деп еді, еркек тағы да саңдырақтауға кіріседі. Кенеттен Кэрол, ойбай, шегірткелердің дауысын естідім. Олар тірі деп барлығы далаға қарауға асығыстайды. Кейін барлығы кешке қарындары ашып кешкі асқа отырады. Кэрол көптен күткен тағамын алып келіп, бетін ашып қалып еді, сөйтсе бұл даладағы шегірткелерден әзірленген тағам екен. Барлығы жеркеніп кетеді.
Керол болса, жоқ, бұл пайдалы. Не болса да жер бетінде тірі жануарлар қалмағандықтан амал жоқ, арасында осылай тамақтанамыз деп әрекетін ақтап алады. Керол тамақтың басын өзі ашып еді, бірақ өзіне де ұнамаған сияқты. Бірақ бет жасап алып, жеуді жалғастырады. Басқалары әйелдің көңілін қалдырмау үшін амал жоқ, тағамнан дәм тата бастайды. Ертесі Керол Тендиге тағы да шегіртке аулауға жібереді. Сол уақытта ол Тоддың жалғыз өзі бір жаққа кетіп бара жатқанын көріп қалады. Артынан еріп, өткенде Тодд кірген үйге кіреді. Тенди үйді асықпай ақтара бастайды. Сәл жүріп, бір тоңазытқышты ашып қалып еді, ішінен бір нәрсе көріп, көзі шығып кете жаздайды. Сол арада Тодд әлгі үйге кіріп, тоңазытқышын ашпақшы еді, артынан жақсы үй тауып алыпсың деген дауыс шығады. Тенди детектив киноларындағыдай қараңғыда жыртылып тұрып, жай қадам басып шығады. Тенди қылмыскерді ұстап алғандай, оның айласын түсініп қойғандай, осы үйде негізі жарық бар-ау, білмейсің бе деп әдейі сұрақтар қоя бастайды. Тоддың түрі ақып кетеді. Тоңазытқышта не бар, ей Тодд деп саусағын оның қарнына алып барады. Сосын тоңазытқышты ашып, кезінде тірі жан болған бір нәрсенің бір бөлшегін алады. Қате түсінбеңіздер, бұл жай ғана бекон. Ал тоңазытқышта ондайдың 42-сі бар екен. Тодд қатты бір қылмыс істеп қойғандай көзін мөлейтіп алады. Тенди өзінше бір детектив сияқты оны айыптай бастайды. Бұлың дұрыс болмады, бауырым деп сыртқа жүгіріп кетеді. Тодд жоқ айтпашы деп қуалап есікті ашып қалып еді. Арамы Тенди Тоддың оған айтар жақсы ұсынысы бар екендігін біліп тұр. Екеуі бұл сырларын ешкімге айтпауға келісіп, Тоддқа бар, бекон әзірле деп айтады. Көптен бері ет жемеген Тенди аузына бекон салып қалып еді, түрі жұмаққа тап болғандай кейіпке ауысады. Екі еркек кәйіп ұстап отқан сәттерінде басқа жақта әйелдер қайғырып отыр. Мелисса қолын байқаусызда кесіп алып, оған медициналық көмек керек болады. Кейінде Керол мен Мелисса өсек айтып, Керол осы Филипті өзімнен қалай алшақтатсам болады екен деп Мелиссаның киімін киіп алуды шешеді. Сәлден соң тағы шегірткелерден сок жасап, басқаларына ұсынады. Ал Филипке еркектердікіндей дауыс жасап алып, сокты өзің ал деп бұйырады. Филип Керолға жағу үшін, вау, не деген сок деп мақтай бастайды. Эрика ренжіп тұрып кетіп қалады. Тодд соктан бас тартқан соң, Мелисса, осы сен бірнеше күн болды тамақтанбай жүрсің, саусың ба деп сауал қояды. Сол жерде Тодд пен Тенди сыртқа шығып келейік деп кетіп қалады. Назарымыз Мелиссаға ауысады. Қанаған қолы тіптен нашарлап бара жатқан сияқты. Гейл қолını дереу жіппен тігу керек деп айтады. Қыз амал жоқ келіседі. Бірақ әйтеуір Гейл саусағын аман есен тігіп береді. Ал мына жақта екі еркек иісін шығарып тұрып, көзді қыздырып тұрып, тәтті етті күйдіріп тұрып, ас әзірлеп жатыр. Тенди тойып алған соң Тоддқа қалған беконды достарымызға алып барайық, барлық мадақ саған қалсыншы деп еді. Тодд қатал түрде жоқ деп жауап береді. Тағы бір жұпқа ауысамыз. Керол мен Эрика ашық сөйлесіп, Керол оған Филиптің бетіне не ойлайтыныңды айтып таста. Онда солай менімен флирттап жүре береді деп кеңес береді. Әйел кейін шынымен де Керолдың айтқанындай Филипке былш етіп, ойындағының барлығын айтып тастайды. Кешке жақын Тенди қылмыс орындарын, яғни тамақ жеген орындарын тазалауға кіріседі. Ал таңертең үйден қуанған дауыс естиміз. Сөйтсе, үйдегілер Тодд оларға сыйға тартқан беконды көріп қуанған екен. Негізінде оны ол жерге әдемілеп келістіріп қойған Тенди. Өйткені Тодд келіп таң қалған түрмен қарап қалады. Тенди мен басқалар болса, жарайсың Тодд деп мақтай бастайды. Сол жерде Тодд Тендиге есің дұрыс па? Біздің істегенімізді біліп қойса ше деп еді. Тенди уайымдамашы досты. Беконның қабықтары ешкім білмейтін жерде деп тыныштандырған сол еді. Басқалар сырттан бір нәрсе көріп қалады. Тенди дүрмен қарап еді. Есуастың су мотоцикліне салып жүрген бекон қалықтары қайтадан өздеріне басып келе жатқанын көреді. Тендидің бұл әрекетінен Тоддың көзі жанып кетеді. Мелисса ненің не екенін бірден түсініп, Тоддқа қарап, ал айт дейді. Тодд кешірім сұрап еді. Тенди, ойбай жоқ, ол емес, бәрін істеген мен деп бәр күнәні өзіне алмақшы болып, өтірігін келіспесе де ертегідей қылып айтып береді. Мелисса, тасташ, Тодд, бәрін жеген сен қоя деп сұрайды. Тодд, иә деп, сол жерде кешіріңдерші деп еңіреп тұрып жылап жібереді. Тенди де қайтпай, оған қосылып өтіріктен жылап жібереді. Келесі кадрда екеуінің ағаш қамауында тұрғандарын көреміз. Тодд Тендидің оны қорғаштағанын бағалап, рахмет дос деп алғысын білдіреді. Кейінірек жазаларын өтеген соң Тенди азанмен тұрып алып, тосттармен тамақ пісірмекші болады. Бірақ генератор істемей қалғанын көреді. Сөйтіп қуғынбай сұйық күйіндегі вафлиді түк болмағандай іше салады. Ал мына жақта басқалары қазір ешқандай пайдасы жоқ сом алтындарды қолданып Дженга ойынын ойнап жатыр. Тенди келіп, Филип қараш, бензин мынандай болып кетті деп көрсетеді.
Филипп бұл жайлы айтқан едім ғой деп сұрайды. Тенди: жоқ, мен бәрін білем ғой, мен аналарға айт деп сұрадым деп түк білмейтіндігін білдіргісі келмейді. Филипп: газ, бензин тәрізді заттар уақыт өте келе бұзылады. Бұл тағамдарға да қатысты. Сондықтан өмір сүру үшін басқа жер табу керек деп айтады. Басқалар келіспейді. Кэрол: бала шағалы болғымыз келсе ше деп сұрайды. Мелисса мен басқа әйелдер: балалар тумай қоямыз деп ойларын айтады. Филипп олардың түкке жарамайтындарынан шаршап кетіп қалады. Тенди: енді менің кезегім келді деп барлығын өзім-ақ жөндеймін деп шешеді. Азанда үйлерге күн панельдерін орнатпақшы болады. Көмекке Тод келіп, Мелиссаның бала керек емес деген сөзіне ренжіп қалдым деп айтады. Кейін екеуі кетіп қалған соң күн панелінің сымының жаймен тоқ шығып жатқандығын көреміз. Кейін қайтып келіп, жерде тыныш, ешкімге зиян тигізбей жатқан сымды Тенди түртіп қалып еді, сым ары-бері қимылдап қауіп төндіре бастайды. Сәлден соң Кэрол Мелиссаға Тод екеуінен бөпе пайда болса, мынандай болады деп сурет салып келеді. Мелисса: жоқ, бұндай қауіпті әлемде мен бала туғым келмейді деп жауап қатады. Эрикаға келіп еді, ол да: жоқ, бала тусам фигурам бұзылады деп, ал Гейл болса қайтыс болған ғашығы Гордонды ұмыта алмай, оның орнына кукланы алып, оны сипалап жатады. Оған да Кэрол келеді. Гейлді: жоқ, ғашығым қайтыс болған соң бала туғым келмейді деп басын сермейді. Мына жақта екі инженер-сымақтар күн панельдеріне көрпеше жауып күн түсірмей доқты өшірмекші болады. Бірақ тоқ сонда да сөне қоймайды. Болмаған соң басын салбыратып Филиппке келеді, көмек сұрап: білем, Кэрол мені таңдағанына ренжулісің деп еді. Филипп тұра салып, оны соққа жаба бастайды. Басқалар келіп ажыратып алады. Барлығы Филиппке ашуланып, еркекте ыза түрмен кетіп қалады. Басқалар бөлмесіне келіп: Тенди сайқымазақ екендігін білеміз, бірақ оны ұруға құқың жоқ деп жаза ретінде әлгі ағаш қамауына барасың деп айтады. Еркек оған ешкім еш нәрсе істей алмайтынын біліп, тәкаппар түрмен жоқ деп тұрып алып, ешкімді тыңдамай бөлмесіне кіріп кетеді. Кешке Кэрол бөпе туудың плюстері мен минустарын жазып шығып, бәрібірде бала шағалы болып келеді деп шешеді. Таңертең барлығы ауыздары ашылып, тоқты қалай сөндіреміз деп тұрғандарында Филипп келіп, түк болмағандай панельге келіп, бір нәрсені баса салып еді, тоқ өше салады. Барлығы: өй, осы ма деп таң қалады. Филипп оларға келіп, мен бұл қаладан бір жола кетем деп шешімін айтады. Кетпей тұрып, менің әрекеттерім бір адамды қатты ренжітті. Сол адамнан кешірім сұрағым келеді деп камера бізге Эриканы көрсетіп еді. Филипп: менің кетіп бара жатқаным сені қатты қапаландырғанын білемін деп Кэролға қарайды. Әйелге: сен ең жақсыға лайықсың, бірақ менің бір нәрсеге мойым жетпейді. Мен тұрған кезде суға дәрет сындыратын, бізге қару тағаған, Тод пен мені өлтіргісі келген, саған қанша мәрте шөп салғысы келген осындай есуас еркекті қалай таңдадың деп ызасын білдіріп, мен сені шынайы сүйемін, өтінемін, кеттік, менімен бірге баш деп қолын созады. Сол сәтте Эрика Филиппке қарап тұрып, мен екіқабатпын деп жар салады. Барлығын көзі шығып кете жаздайды. Достар, келесі сериясының шыққанын қаласаңыздар, 1500 лайк басып тастайық.